Ya Allah, бүгін семьямызға үлкен қуаныш болып жатыр. Семьямызға бір немереміз келіп жатыр. Немереміз Бауырберік болып, Алла өз сүйікті, Алланың сүйікті құлдарынан қылсын. Атына сай Ясауидің аты Ахмет, біздің немереміздің аты Ахмет деп қойды. Көптен күткен қуанышымыз жетіп жатырмыз. 9 жыл күтіп едік осы сәбиімізді. Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір Аллаға. Бақыттымыз. Балдарыма осы қуаныштарға көбейе берсін деймін. Ізінен ере берсін. Ұрпақтары көп болсын. Ал енді бүгінгі мына Еркін мен Толқынның қуанышына ортақтасып келіп отырмыз. Бауырберік болсын, үлкен азамат болсын, атасы мен апасының қуанышы болсын, мамасы мен папасының еркеде сондай бір жақсы азамат ұлы болып өссін. Ал бүгінгі әулетімізге келіп жатқан осы кішкентай сәбиіміздің, Ахметжанымыздың Бауырберік болсын. Мына Еркөштайымыз 40-қа толғанына сондай Ақтолқын жанымыз күшті сыйлық қылды. Мамамыздың көре алмай кеткен немересі енді міне. Мамам да қуанып жатқан шығар. Бір аунап тұрып. Қош келдің Ахметжан жаным. Екі дүниеде бақытты бол, үбірлі шүбірлі болып, Еркөш мәуел бәйтеректе жай қалып, жапырақтарын кеңге жайыла берсін. Ақтолқын, Еркін, Ахмет баламыздың Бауырберік болсын. Осындай қуанышты сендермен бөліскенімізге өте қуаныштымыз. Алла қалап, сонша жыл күткен осындай перзентіміз дүниеге келіп жатыр. Беделді азамат болып өссін, тіл көзден аман болсын ең бастысы. Толқушка, Еркін, кішкентайдың Бауырберік болсын, болашағы жарқын, үлкен азамат болып өссін. Бүгін мені алғаш рет әке атандырып атқан ұлым Ахмет аман есен дүниеге келді. Сол жақсылыққа жиналып атқан ағайын туысқандарға барлығына рахмет айтамын. Тек қана жақсылыққа бәріне рахметім шексіз. Достаңдамай бәрімен сыйласа бер, бірақ жаудың таңдап мықтырағын. Таслақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңіліңді қалдырма, төрседегі төмендеуге қақың жоқ, ел тұрғанда артық.